Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ұлыбританияның жаңа премьер-министрі Тереза Мэйді құттықтап жедел хат жолдады. Онда Ұлыбритания Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайлауда Қазақстанның кандидатурасын қолдағанын еліміз жоғары бағалайды. Біз арада қарым-қатынасты қос мемлекеттің игілігі үшін дамыта беруге әзірміз делінген. Сонымен бірге елбасы Тереза Мэйдің жаңа қызметі табысты болуына, Ұлыбританияның өркендей беруіне тілектестік білдірді. Осы орайда айта кетейік, Тереза Мэй министрлер кабинетін қайта жасақтауға кірісті. Қорғаныс министрі Майкл Феллоннан басқа ведомство басшылары орындарынан алынды. Халық арасында кеңінен талқыланып жатқаны Лондонның бұрынғы мэрі Борис Джонсонның сыртқы істер министріне тағайындалуы. Ол осыған дейін Лондон қаласының мэрі қызметін атқарып келген еді. Айта кетейік, Джонсон Ұлыбритания премьер-министр лауазымына басты үміткерлердің бірі бола тұра таласқа түсуден өз еркімен бас тартқан болатын. Сонымен қатар Тереза Мэйдің үкіметінде жаңа құрылым пайда болды. Еуроодақтан шығу жөніндегі министрлікті консерваторлар партиясының мүшесі Дэвид Дэвис басқарады. Бұл ведомство корольдіктің одақ құрамынан шығуына қатысты сұрақтармен айналыспақ.